Анан дагы Кыргызстанга сиз баарына таанымал болдуңуз. Биздин кыргыз уулубуз Казакстанда акын болуп жүрөт деп. Иә, мен ол кездері барған жылдары Кыргыздың ұлттық арнасы түсіріп жатты, жан-жақтан ақпараттар шулап, газеттерге жазып жатты. Мен ештеңе жасырмай сұхбат бердім, сол жерде бәрін түсіндіріп айттым, ашығын айттым, ештеңе жасырған жоқпын, жұмысымды көрсеттім барлығын. Енді қалай бармын мен солай, қазір де солай жауап беріп отырмын, қалай бар солай. Талай бардым ғой мен Бишкекке, талай бардым, құжатпен бардым. Бір өкініштісі, Елмірбек байкемізбен жолығамай кеттік. Елмірбек байке марқұм көзі тірісінде осы бала келсінші маған. Ораздардың ауылында өсілді, Оразалы марқұмның ауылында. Балғынбектердің ізімен еріп келе жатыр екен, өзіміздің туғанымыз екен. Менімен бір ақылдасып кетсінші, сәлем беріп жолығып екеміз деп. Көп шақыртты мен Елмірбек Иманалиев байкеміз. Бір себептермен ары бері жүріп бара алмадым. Кейіннен араға 2-3 жыл салып қайтадан бардым мен Бишкекке. Ол кезде жаңағы Еламан Келдібеков деген байкеміз бар. Сонымен біз халықаралық Қазақстанда айтыс болып, сол жақта айтысып, сол жерде танысып, Еламан байкеміз Қырғызстанға 3-ші орын иеленіп қайтқан болатын Қазақстаннан. Мен ол кезде жеңіліп қалғанмын ол айтыста. Ол кісі сол жерде қазақтармен айтысып, әдемі айтыс жасап, 3-ші орын алып қайтып, содан Бишкекке барған кезде сені Елмірбек байкемен жолықтырамын, өзі де бір айтып жүреді. Қош келіпсің, енді бір алдынан өт деген болатын. Сиз тууралуу жолуга алмадык. Видеону, маалыматты кайсы Азаттык тарттыбы, ким тартты? Айгерим Акылбекова деген Азаттык жаңағы менің радиосуна, телевидениема билмедим, мен түсірген кісілер. Сол Айгерим Акылбекова деген кісі түсіріп алып кеткен болатын жақсы жағынан, келіп бүкіл өмір баянында. Бірақ ол кісілер барып ана жақтан ютубқа шығарғаннан кейін не біреулердің ұрлап алғанын білмеймін, не жаңағы Айгерім әпкеміздің өзінің жаңа ақпаратты бергенін білмеймін. Соған байланысты кішкене интернет желісінде негативтер жазылып жатыр да қазір. Сенің дұрыс жолда жүрген жоқсың, сен ояқта жүрсең оңбайсың, сен сатқынсың деген сияқты. Бірақ мен айтамын да, мен Қырғызстанға өзім 18 жасымда бардым, сонда мен не саттым ояқта деген секілді. Мен көзімді ашқан кезде осы Жетісу даласында болатынмын. Кейіннен өзім әкемді іздеп барып, қолында тұрып, сол жерде ауылдағылар білет, қаншама ел жұрт бар, аудандағылар білет, сөйтіп батасын алып қайтқан болатынбыз. Уатсаңыздар, көрдіңіздер, жаман комментарий, жаман пикир калтыруу жакшы эмес. Алыстагы бир туугандарыбыздын жүрөгүнө ортуп коюшу мүмкүн. Бирок сиз комментарийлерди окугаңыз, комментарий жазган адамдар көпчүлүгү жаппыз адамдар, терең ойлоно албаган адамдар болушат. Сиз биз үчүн асыл акын адамдардын бирисиз. Аман болуңуз. Үлкен рахмат сиздерге.